Тыңдармандарым, махаббат ертегісі 53-ші бөлімі. Сәлім, Рашидтен сенің ұлың бар еді ғой. Жаңа жылды соңымен қарсы алмадың ба деді. Сенің ұлыңды көргіміз келеді деді. Оны көретін несі бар? Ол есуас, псих деді. Оны бақылап жүрмесең, өте қауіпті адам деді. Илмаздар барлығы жаңа жылды өте қатты қуанышты етіп тойлады. Көңілі әуен ойнаған кезде отырған орындарынан тұрып барлығы қуанып билей бастады. Жанфиза Макирдің қасына келіп, ал Макир Ферман ағасын көріп қатты ашуланды. Ол Әфсанеге құшақтап жабыса берді. Бұл не бүлдіріп жатыр деді. Екеуі баласы туралы айтып қалды камераға. Сүрия микрофонға романтикалық биді Жанфиза мен Макирге арнады. Екеуі қуана билеп жатты. Сөйтті де Макир Жанфизаны алып шығып кетті. Сара мен Салих екеуі серуендейміз деп жаңа жылдың керемет өткенін айтып, бір-біріне қуанып жатты. Ал Жанфиза болса Макирдің жеке үй жалдағанына қатты қуанып, сүйіктім, жан-жарым, күйеуім дегеніне Макир, сен осындай сөздерді сақтап жүр екенсің ғой, көзімнен жас шығып кетейін деді ғой деді Макир. Гүлюзар болса Күршетті шақырып алды. Күршет мырза, сәлеметсіз бе деді. Гүлюзар ханым, не болып қалды, тыныштық па деді. Тыныштық, жай кеттік бе деді. Я кетсек кетейік деді. Барлығы үйге келіп жиналып, Гүлюзар қайда деді. Гүлюзар тастап кетпіз ғой деді. Көліп тырқылдап бастады. Ал Гүлюзар болса Күршетпен асханада отыр. Сағат неше болды Күршет мырза деді. 12-ге 10 минут қалды деді. Сонда мен енді жыл бойы шек-қарын сорпасын ішіп өтем бе деді. Сөйтіп екеуі күліп алды. Сүрия болса Афет ханымның Мехмет жазы деген қатын тастап кеттіп, оны оққан Сүрияның көңіл күйі бұзылып, енді мен ол қызға да жоламайым, Мехмет кешірші мені деді. Сол кезде есіктің аузына барып үлгермеген Сүрия есінен танып құлады. Ал Жанфиза болса Макирге, біз қашан сөйлесеміз, бұл үйді не үшін жалдадың деді. Енді сөйлесу үшін жалдадым ғой деді. Сөйтіп сол кезде Макир, Жанфиза, саған көрсеткен қорлықтарым үшін, саған сенбегенім үшін өтінем жаным, кешірші мені деп кешірім сұрады. Макир де Жанфизада кешірім сұрады. Енді шыдай алмайын деп Макир Жанфизаны сүйе бастады. Ал Сара мен Салих шар ұшырып, бір-біріне бақыт тілеп, екеуі бірге бақытты болғандарын қалады. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп кетеміз.